Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақша тарау YouTube каналының көрермендері, құрметті көрермендер. Бүгін сіздердің назарларыңызға апталық жорамалды ұсынамын, яғни 5 мен 11 сәуір аралығында сіздерді не күтеді, не болады, сол туралы айтатын боламыз. Каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жеке сұрақтарыңыз болса WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Ал енді бастаймыз. Апталық жорамал, бірінші жұлдыз белгі біздегі тоқты. Тоқты жұлдыз белгісінің аптасы жақсы өтеді. Еркіндікте, әдемі жұмысқа толы болады. Яғни сіз үнемі іс-әрекетте, қимылда боласыз, жұмыс көп болады, бірақ барлығына үлгересіз, уақытысында бітіресіз, яғни сіздің көңіліңізден шығады нәтижесі. Бұл сондай-ақ отбасылық бақытты білдіреді, отбасылық жетістікті білдіреді. Сондай бір белгілі бір деңгейдегі қуаныш, жетістік, нәтиже, жұмыстардың атқарылуын білдіреді. Қай жағынан қараса да жақсы. Карта сіздің денсаулық жағдайыңыз болсын, отбасылық жағдай болсын, белгілі бір деңгейдегі мәселелер болсын, ойлап отырған осы аптада шешем деп, соның барлығы да шешілуге мүмкіндік бар. Ақша болады, барлығы жақсы болады. Барлығына үлгересіз. Тұрақтылық, яғни нақтылық бар, сенімділік бар, тіпті тұрған жұмысыңызда да өзі жақсы болып шығады, немесе істеген ісіңіздің сондай бір жақсы нәтижесін көресіз, немесе бір нәрсе алғыңыз келсе, салғыңыз келсе, істегіңіз келсе, соның барлығы ретімен, өзінің жақсы нәтижесімен болатын болады. Біреулеріңіз тіпті белсенді еңбек әрекетінде боласыз, бірақ жұмыс істеген күннің өзінде де сіздер кәдімгідей шаршамай, сол жұмысыңызды істегеніңіз өзіңізге ұнап, көңіліңізден шығып, нәтижесі сондай жағдайда жүресіз. Ал кейбір адамдар өзінің бұрын жұмыс жасап, енді осы аптада өз-өзіне демалыс жариялап, белгілі бір деңгейдегі демалысты өзіңізге жариялап, яғни демалысқа шығасыз. Босаңсу, қыдыру және жақсы жаңалықтарды күтіңіз. Барлығы жақсы, бұл карта бойынша барлығы керемет болады. Біздегі келесі жұлдыз белгі торпақтар. Торпақ. Торпақ жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің апталарыңыз сәл қолайсыздау. Енді қолайсыз дегенде жаман деп айтуға келмейді, но белгілі бір деңгейдегі өзіңіздің ашуыңыз келіп бір нәрселерге, көңіліңіз толмай, қанағаттанбаушылық, белгілі бір мәселелермен қанағаттанбаушылық, яғни өзге адамдардың жұмысы сізге ұнамауы мүмкін, өзге адамдардың сізге деген қарым-қатынасы ұнамауы мүмкін, или сіз өзіңіз жаңағыдай бір адамдарға қатты ашуланып, ұрсып, сөйлеп, сондай бір бұйрық беріп, кедергі келтіріп немесе или сізге бір адамдар кедергі келтіріп, сондай бір сөзге келіп қалушылық болуы мүмкін. Бұл көбінесе негізі сөзге келушілік, яғни конфликтіні білдіретін карта, или біреудің жұмысына көңіл толмаушылық. Біреудің сізге деген қызметіне сіздің көңіліңіз толмайды. Денсаулық жағдайыңызды да, ойламаған жерден шамалы бір өзгерістер, кедергілер болуы мүмкін. Немесе сіз бір жоспар құрып қойдыңыз бұл аптаға, бірақ денсаулық жағдайыңызға байланысты, немесе белгілі бір адамның кесірінен, әсерінен сондай бір жұмысыңыз уақытша тоқтап қалуы мүмкін. Сондай ақшаның немесе кеш түсуі, немесе ақшаның аз түсуі, немесе жұмыстардың жай жүруін білдіреді, бұл денсаулықтың сыр беруін білдіреді. Қалаған нәтижеңізді ала алмай, сондай бір ашулы түрдесіз. Болмаса сізге белгілі бір адам жолығады, сол адам өте ашулы, өте прям қатыгез адам. Если сондай бір адамдармен таныстық болатын болса, шамалы байқап, қарап, ол адаммен қатты жақын араласпай, тіпті сырыңызды анау-мынау айтуға болмайды, іштегі дүниені, себебі бұл адам сәл қолайсыз адам деп айтар едім. Сондықтан да қатты жақын тартудың
керегі жоқ, опасный, яғни прям сондай адам. Және ашулы адамдардан сақ болыңыз. Сосын денсаулығыңызға мән беріңіз. Кейбір адамдарда тіпті операция болуы мүмкін, кейбір адамдар ойламаған жерден азды көпті, тіпті сіз көлік айдамасаңыз да, өзге мысалы көлік айдап отырған адам машинада отырсаңыз, сіз сондай бір жағдайлар болып қалуы мүмкін, қолайсыз жағдайлар. Сондықтан Құдай сақтасын, бірақ енді сақтанғанды Құдай сақтайды деп солай. Азды көпті жол апаты деген сияқты. Келесі жұлдыз белгі біздегі егіздер. Егіз жұлдыз белгісі. Егіз жұлдыз белгісінің аптасы жақсы өтеді, жайдарлы өтеді, тыныш өтеді, ешқандай конфликт ондай болмайды. Тіпті егер сөзге келіспей жүрген адамыңыз болса, болмаса ұзақтан бері бір шеше алмай тұрған, орнынан қозғалмай тұрған жұмыс болса, сол қайта осы аптада шешіледі, осы аптада орнынан қозғалады, әдемі бір нәтижесін көресіз. Жылжулар, алға жылжулар, белсенділіктер және де керемет нәтиже көруіңіз мүмкін. Яғни сондай ықтималдылық жоғары. Денсаулық жағдайыңызда жаман емес, сіз жұмыста да, үйде де барлығына үлгере алатын жағдайдасыз. Қабілетіңіз жетеді, уақытыңыз жетеді, үй шаруасына да үлгересіз, жұмысқа да үлгересіз, бала шағаның да жұмысын бітіре аласыз. Ешқандай қиындық жоқ. Бұл карта тыныштықтың картасы. Жалпы бұл карта өте бір сабырлықтың, тыныштықтың, көңілінің бір андай өзге адамдармен, жағдаймен гармонияда өмір сүруді білдіреді. Яғни барлық адаммен татуласа аласыз, жақсы келіссөздер жүргізе аласыз. Ісіңіз болатын болса, белгілі бір мәселелерді шешу керек болатын болса, осы аптада кірісіп шешіп алуыңызға қолайлы апта. Өте керемет апта деп айтуға болады, не то что қолайлы. Бұл аптада барлығын дұрыс анық ойлай аласыз, ситуацияны дұрыс бағалай аласыз, барлығына сабырлықпен қарайсыз және барлығына ақылды айта аласыз. Өзге адамдар ақыл айтып, жол көрсете аласыз. Тұрақтылық, махаббаттың аптасы, немесе екінші жартыңызбен жақсы қарым-қатынаста боласыз. Конфликттің ситуацияны шығудың аптасы, жазылудың аптасы, тұрақтылықтың аптасы. Егер бір жеріңіз ауырып жүрсе, жазыласыз, жақсарасыз. Егер тіпті ауырмаса еш жеріңіз, значит, жақсы өтеді. Ешқандай бір проблема болмайды. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол шаяндар. Шаян жұлдыз белгісіндегі жандар, қараңыз, енді сіздердің апталарыңыз жалпы өте жақсы. Өте жақсы. Әрине, бірақ сіз сол жақсы нәрсені көре алмай тұрсыз деп айтуға болады бұл карта бойынша. Сіздің состояниеңіз, сіздің мүмкіндігіңіз, сіздің жағдайыңыз ойлаған дүниенің барлығына жетеді. Қабілетіңіз жетеді, ақшаңыз жетеді, мүмкіндігіңіз жетеді. Бірақ сіз соның өзінде қысылып, яғни өз-өзіңізді қысып, мүмкін болмай қалса ше, мүмкін бұлай болса ше, не істеймін, не қылам деп, өзіңізден өзіңіз проблема создавать етіп отырған сияқтысыз бұл аптада. Хотя ақша жағы жақсы болады, денсаулық жағдайыңыз жақсы болады, көңіл күйіңіз жақсы болады. Бұл карта кейде білдіреді адамның өзіне-өзінің ақша қимауын білдіреді. Мысалы, вроде сізде ақша бар, бірақ сіз қысып отырсыз. Себебі болашақта бір нәрсеге керек болып қалар, тағы бір нәрсеге аяқ астынан ақша керек болып қалар деген сияқты, сондай қысып өз-өзіңізге қимай отырсыз. Мысалы, путешествияға барғыңыз келеді, бірақ путешествия, яғни саяхатқа барайын десеңіз, демалысқа барайын десеңіз, сіз алдағы уақыттағы дүниені ойлап отырсыз. Әлі болмаған жоқ дүниені ойлап ақшаны қысып отырсыз. Өз-өзіңізге қимай. Сараңдылықты білдіреді бұл карта. Және тиімді байға тию, яғни күйеуге тию, тұрмысқа шығуды білдіреді. Байға тию. Яғни сіз махаббаттан гөрі материалдық құндылықтарға көп назар аударасыз да. Екі адам келіп тұрса, мысалы екі жігіт, қыздарға әсіресе, екі жігіт келіп тұрса, біреуінің ақшасы бар, біреуінің махаббаты бар десеңіз, сіз ақшасы барды таңдап кетесіз. Солай.
яғни өзіңізді шектеу, бір нәрсе үшін басқа нәрсеге тыйым салу ғой. Сондай жағдайда боласыз. Тұрақтылықтың аптасы былайынша сізде ақша жағынан да тұрақтылық, қамтылған өмір, және біреулеріңіз артық салмақ жинап алу мүмкіндігіңіз бар. Енді сондықтан тамақ жегенде байқағаныңыз дұрыс. Тек қана материалдық құндылықты ойлап отырсыз. Сіздің бар миыңызға кіріп кеткен осы тұрғанда қалай мен материалдық құндылықты. Яғни бұл жерде жұмыста кіреді. Материалдық құндылыққа, яғни сізге ақша келетін, ол тікелей жұмыс, иә. Жұмысты да ойлайсыз. Жұмыс вроде бар сияқты, бірақ енді қалай болады деген сияқты да ойлауыңыз мүмкін. Вот или сондай бір нәрсе бар жұмыспен байланысты, ақшамен байланысты деген сияқты. Сосын бұл наследственный ауруларды білдіреді. Сондықтан да денсаулығыңызға мән беріңіз былайынша. Себебі тұқымыңызда бар адамдардың несі, сырқаты сізде көрінуі мүмкін. Белгілері, иә, болмаса. Солай. Келесі біздегі жұлдыз белгі арыстан. Арыстан жұлдыз белгісінің аптасы жақсы, өте жақсы, прям идеальный деуге болады, иә. Карта жақсы өткені. Бұл карта негізінде сіздің басыңызға әлі белгілі бір деңгейдегі жағдайлардың шешілуін білдіреді. Басыңыздағы белгілі бір жағдайлардың шешілуі. Бұл карта, иә, нүкте қойылады, иә, белгілі бір дүниеге. Өміріңіздің кезеңі, яғни ескі кезең аяқталады да жаңа кезеңге сіз бастайсыз. Өміріңізде белгілі бір дүние аяқталады. Біреулеріңізге ол аяқталу әрине қиындау болуы мүмкін, біреуіңізде қимастық болуы мүмкін. Дегенмен де сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да өзгерістер келе жатыр. Сол өзгерістер болады. Сізге тек қана не қалды? Сол өзгерістерді қабылдау ғана қалып тұр. Яғни қиындықтарды жеңу, жаңа махаббат сезімінің пайда болуы, жаңа мүмкіндіктер, жаңа жарқын болашақ, иә. Күтпеген жерден ақшаның келуі мүмкін, күтпеген жерден белгілі бір жаңалықтардың келуі мүмкін, хабардың келуі мүмкін, иә. Жақсы хабарлар әрине. Денсаулығыңыз да жақсарады. Егер бір жеріңіз сыр беріп жүрсе, денсаулығыңыз жақсы болады жалпы. И характер көрсету керек, жігерлік көрсету керек. Ештеңеден қорықпаңыз және белгілі бір деңгейдегі сізді шаршатқан дүниелерге нүкте қоюдан қорықпаңыз деп айтар едім. Мысалы, шаршатқан қарым-қатынасқа, немесе бір жерден кеткіңіз келсе, кетіп қалыңыз, көптен бері ойланып жүрсеңіз, немесе кетіп қаласыз, иә. Мысалға, басқа қалаға кетіп қалу, көшіп кету, үйді ауыстыру, тұрақтылық мекен жайыңызды жұмысты ауыстыру, немесе қасыңыздағы жанды ауыстыруыңыз да мүмкін. Сондықтан ол барлығы дұрыс, сізге плюс болады. Себебі сіз ол нәрседен шаршадыңыз, сіз ұзақ уақыт шыдадыңыз, уже тағдыр өзі солай болып тұр. Енді сізге көмегін беріп тұр. Сіз сол пайдаланған көмекті алып кетсеңіз болғаны әрі қарта, иә. Солай. Карта жақсы, негізі карта жақсы. Бұл өзгерістердің бастамасы болады да, өзгерістердің бастамасы. Әлі бір өзгеріс болған жоқ, бірақ уже соған келе жатыр, иә. Жаңа кезеңнің басталуы, жаңа өмірдің басталуы мүмкін. Тіпті сіздің ойыңыз да өзгеруі мүмкін да, белгілі бір дүниелер туралы пікіріңіз бен ойыңыз. Келесі жұлдыз белгі біздегі бикештер. Карта деген енді мына карта. Мына карта вообще жақсы карта. Ақша ғой, сізде ақша болады. Ақша, материалдық құндылықтар, белгілі бір деңгейдегі бір нәрсеге ие болу. Я, ақшаға ие болу. Мысалға, бикештердің алда туған күні келе жатыр дегендей. Ол туған күнге байланысты сыйлықтар келе бастауы мүмкін біреулеріңізде. Біреулеріңізде, мысалға, не тағы да, көлік алу, үй алу, машина алуды айттым, иә. Алтын сатып алуыңыз да мүмкін. Бұл деген кәдімгідей материалдық құндылықтарға иемденуді білдіреді.
Сосын бұл карта жалпы армандардың орындалуын да білдіреді, иә. Сыйлықтарды білдіреді және өзге адамдардың тарапынан сыйлық. Сіз өзіңіз емес, сізге өзге адамдардың тарапынан келіп отырған дүниелер болар. Біреудің есебінен күн көруді де білдіреді. Солай, біреудің есебінен күн көру, біреулеріңіз дамисыздар, жетістікке жетесіздер, қызметте көтерілу бар, иә. Қамтылған өмір, белсенділік және денсаулығыңыз да жақсы болады. Өзіңізді өте белсенді ұстайсыз бұл аптада. Денсаулығыңызға мән беріңіз. Әрине денсаулығыңыз жақсы, но кейбір жағдайда шамалы қауіпті бір дерттер болып қалуы мүмкін, иә. Ойламаған жерден, иә, бір жеріңіз ауырып қалуы мүмкін. Ал сіз мән бермейсіз, оған көп емге ақша кетеді. Ондай да білдіреді. Енді Құдай сақтасын, бірақ енді сақтанғанды Құдай сақтайды деп. Және біреулер сізге өзінің қамқорлығын көрсетеді, көмегін береді, ақша жағынан, мүмкіндік жағынан, иә, немесе сізге кеңесін береді. Ештеңеден өзіңізді шектемеңіз, барлығы жақсы болады, жақсы нәтижеге қол жеткізесіз ойлап отырған дүниеңізден. Барлығы, тіпті біреулеріңіз атаққа ие болуыңыз мүмкін. Енді әртүрлі деңгейде атақ болады. Біреулеріңізде мысалға мақтауға ие боласыз, марапат аласыз, біреулеріңіз басқа жағынан атаққа ие боласыз. Сондай неше түрлі дүниелер бар. Немесе біреулеріңізді сіз әңгіме етуі мүмкін, иә, өзге адамдар шамалы көре алмай әңгіме етуі мүмкін. Ондай да бар. Но енді сондай жағдайлар болады. Былайша апта жақсы өтеді. Прям ақшадан да, барлық жағынан да, денсаулықтан да жақсы өтеді. Көріп тұрсыздар ғой, иә, жемісін жинап жатыр. Яғни бұрынғы еңбектерінің жемісін жинауы мүмкін. Біреуден сізге қарызын қайтаруы мүмкін өзге адамдар. Тағы не? Көптен бері күтіп жүрген жұмысыңызға орналасасыз, қалаға кетесіз, көшесіз, үй аласыз деген сияқты болуы да мүмкін. Иә. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол таразы. Таразы жұлдыз белгісіне туған жандар. Таразы жұлдыз белгісіндегі жандардың аптасы әрине жақсы, тыныш өтеді. Тыныш, біркелкі деп айтуға болады. Біркелкілікте. Кешірім сұраймын, менде аллергия, иә, дауысым дұрыс болмай қалып жатса, дауысым кешірім сұраймын, себебі менде аллергия. Айтып қояйын алдын ала. Ал енді қараңыздар, жалпы карта тыныштықты білдіреді, бірақ сізде әлі бір нәрсені күту бар, иә, бір жерден бір дүние күтіп отырсыз, иә, хабар күтіп отырсыз ба, жаңалық күтіп отырсыз ба, немесе шақырту күтіп отырсыз ба, вот сондай сияқты жағдайда тұрсыз. Әлі қол жеткізбегенсіз, белгілі бір дүниеге әлі қол жеткізбегенсіз, бірақ сол жолдасыз, иә, белсенділігіңіз өте күшті, сеніміңіз өте күшті. Бұл картада тіпті кейде білдіреді жақсы адамдармен қарым-қатынасты, таныстықты, бастамаларды білдіреді. Мысалға сіз бір курсқа қатысу бастадыңыз, немесе биге қатысуды бастадыңыз, иә, гимнастикамен айналысуды бастадыңыз, немесе біреулеріңіз балалы боласыздар, біреулеріңіз балалы болатын туралы хабар естисіздер. Кейде бұл білдіреді ғашық болу, қаныңыз қызып тұрады бұл аптада. Бәрін істеп тастасам, бітіріп тастасам, бәрі қолымнан келеді, бәрі керемет, күшті, болашақтан үмітім зор деген сияқты белсенділікте боласыз. Жалпы сіздер өздеріңіз белсендісіздер ғой, но асығуға болмайды және артық уәде беріп қоюға болмайды өзге адамдарға. Себебі кейін ол жағдайларға байланысты, ол сізден емес, жағдайларға байланысты уәдеңізде тұра алмай, жасай алмай қалуыңыз мүмкін. Солай, барлығын есептеп, ойланып, барып шешім қабылдау керек. Асығыс боласыз бұл аптада. Асығыстық шешім қабылдауға болмайды. Және сіздер өзіңізді қызығушылығыңызды оятатын адамдармен таныстық болуы мүмкін, иә. Кездесулер болуы мүмкін. Жаңа кездесулер, жаңа таныстықтар, жаңа мүмкіндіктер және хабар келуі мүмкін. Сізге жаңалық келуі мүмкін деп айтады. Өйткені алысқа қарап тұр, құстар бар, хат тұр, иә, бір хабар келеді сізге.
сол хабардан кейін бір өзгерістердің бастамасы болуы мүмкін. Немесе сіз бір нәрсені естіп қаласыз, бір жаңалықты естіп қаласыз. Сол жаңалықтан сіз бір өзгерістерді қалап, сондай бір өзіңізді қолға алып іске кірісесіз. Сондай болуы мүмкін. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол саршаяндар. Саршаяндардың аптасы қалай болады? Саршаяндардың аптасы негізінде бұл картаны жақсы деп айтуға келеді. Сіздің бір ойыңызда дүние бар, ойлап жүрген ойыңызда дүние бар. Сол дүниені жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ деп айтуға келмейді, болады, мүмкіндік бар, но өте көп жұмысты талап етеді. Яғни сізде бұл аптада өте жұмыс көп болады, жүгіріс көп болуы мүмкін, сіз үнемі әрекетте болуыңыз мүмкін, иә. Соның әсерінен сіз әрине жақсы нәтижеге жететін боласыз. Сіз қаншалықты әрекет етесіз, соған сай сізде не болады? Ісіңіздің нәтижесін көретін боласыз. Карта дегеніміз, яғни жұмыстың көп болуы, үміттің бар екенін, ойлап отырған дүниеңізде үміттенуге болатынын көрсетеді. Жалпы жақсы, белсенді еңбек әрекетінде боласыз. Қарым-қатынас жақсы болады өзге адамдармен, және екінші жартыңызбен, немесе жұмыстағы адамдармен, басшылықпен, қарым-қатынас жақсы болады, әріптесіңізбен дегендей. Бірақ сізге көмектесетін адам жоқ, соны есіңізден шығармаңыз. Сізге көмектеспейді ешкім, тек қана өзіңіздің арқаңызда ғана алып шығасыз. Тұрақты табыс, денсаулық жағдайыңызда жаман емес, белсенді әрекет, жұмыс болады, және өз күшіңізді қалпына келтіру жағдайында боласыз. Біреулеріңіз ем аласыздар, сондай бір жағдайда жүресіздер, бірақ жақсы барлығы болады. Нәтижесі жақсы нәтиже күтіңіздер. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол мергендер. Қараңыз, мерген жұлдыз белгісіндегі жандар. Бұл негізі жақсы карта дегенде мен енді бір идеальный карта деп айта алмаймын бұны. Потому что сіз күресудесіз, карта өзі тікелей көрсетіп тұр, бұл суреттер прям ашып ситуацияны сіздің аптаңызда. Сіз күресу аптасындасыз. Көрдіңізға жауларыңыз, сөздер, көздер, көре алмайтындардан өзіңіз не істеп жатсыз? Қорғаныс ұйымдастырып жатсыз, Яғни өзіңізді қорғайсыз, өзіңіздің идеяңызды, өзіңіздің арманыңызды, өзіңіздің мүмкіндігіңізді, өзіңіздің отбасыңызды қорғауға тырысасыз, немесе қызметтегі орныңызды, Бұл деген кейде адамдардан көңіл қалушылықты білдіреді, яғни сіз өзге адамдардан көңіліңіз қалуда, олардың сатқындығын көруіңіз мүмкін, сіздің сыртыңыздан әңгіме айтуын көруіңіз мүмкін. Хотя мергендер өздері ашық, сондай мүмкін адамдар бар жан-жағыңызда, сіз ойламағанда, досым деп жүрген адам да сатып кетуі мүмкін деген сияқты. Солай, біреулерден күмәнданасыз шамалы, бірақ енді жаман емес, негізінде өзіңіздің мүмкіндігіңіз жаман емес, бар жақсы жағдайыңыз жаман емес, просто әр адаммен, әр дүниемен арпалысып күресу де сізді сәл шаршататын болады. Жаңа мүмкіндіктер ашылады, қарым-қатынастағы тұрақтылық, былайша қарым-қатынаста тұрақтылық болады, кешірімді болуыңыз мүмкін, біреулерді кешіресіз немесе, тұйықталу, бұл аптада тұйықталып, ешкіммен ештеңемен бөліспей, өзіңіз ойға шомылып, сондай бір дүниеде жүресіз, және де мүмкіндігіңізді кеңейту керек сізге, қимыл жасау керек, бір орында тұрып қалуға болмайды, әрекет етуіңіз керек. Осының күмән көп болады. Бұл аптада әр нәрседен күмәндана беретін боласыз, әркімнен күмәнданасыз, қорқасыз, сондай бір жағдайда жүресіз. Бір ойлағаныңыз дүниеңіз жүзеге аспай қала ма деп қорқыныш болуы мүмкін. Енді ол әркімде әртүрлі, бірақ сондай қорқыныш сізде болады. Күресу аптасы жаман емес, жұмыс көп болады, прям сізде жұмыс көп, қимыл әрекетте боласыз көп. Келесі біздегі жұлдыз белгі ол тауешкілер. Тауешкі жұлдыз.
ой. Тауешкі жұлдыз белгісіне толған жандар. Но қараңыз, мына карта жалпы қазіргі сіздің состояниеңіз сияқты ғой. Мен айтайын ба сізге? Жалпы мен де тауешкімін, иә, бірақ енді сол кезде мен айтатыным бұл карта бойынша сіздерде жол, қайта бір жүгіріс, қайта бір жол, қайта бір бітпейтін шаруа бітпей жатыр да, сол бір шаруаның ізінде жүрсіз да. И әрине ол шаруа оңынан шешіледі. Прям бұл карта деген енді жақсы карта, прям жақсы карта. Немесе ойыңызда бір дүние болса, ол да оңынан шешіледі. Сізде жетістікке жету бар, жеңіске жету бар, жол көрсетеді, бір қызметте тағайындалу, трофей дейді ғой, жаңа трофей, марапатқа ие болу да бар, көптен бері тырысып жүрген дүниеңізге қол жеткізесіз, еңбегіңіз ақталады. Әрине бұл бастапқы жолдың басы ғана, мүмкін бір дүниелерден, бірінші дүниеден өтесіз, бірінші кезеңнен деген сияқты, или болмаса да бір сынақ ба, не тағы да бір жолыңызда, арманыңызға баратын жолда белгілі бірінші кедергіні басып өтесіз, сондай. Бұл еще эгоистичностьті білдіреді, яғни сіз тек қана өзіңізді ойлап тұрсыз, өзіңіздің мүмкіндігіңізді ойлап тұрсыз, басқа адамдардың ойымен санасып тұрған жоқсыз. Сосын не тағы да алдыға жылжу, тез жылжисыз, тез өзгерістер болады, жетістікке жетесіз, марапатқа ие боласыз, ақша келеді сізге. Табыс, жетістік тек қана жолда болады. Яғни сіз бір жерге бару арқылы ғана жұмысыңызды шешесіз, бір адамдармен кездесу арқылы, яғни үнемі қозғалыс болып, орын ауыстырудың арқасында бұл үлкен жолды да білдіреді, но егер сізде ешқандай үлкен жол көрінбесе, болмаса, бұл көбінесе қозғалысты білдіреді. Яғни сіз үнемі қозғалыста болып, бір орында отырмай ғана жұмыстарыңызды шешесіз. Яғни бір жұмыстан екінші жұмысқа бару, бір жерден екінші жерге бару, бір үйден екінші үйге бару деген сияқты сондай қозғалыстардың арқасында жұмысыңызды шешетін боласыз. Және де қызметте, бұл еще білдіреді ақшаны айналымға салу. Яғни сіз белгілі бір дүниеге ақша саласыз, или болмаса сіз ақшаны айналымға саласыз, мысалға депозитке ақша салып қоюды да білдіреді, немесе бір нәрсе істеп жатырсыз, бастап жатырсыз, соған ақша саласыз, қызметке байланысты, немесе үй сала бастайсыз, білмеймін ғой, енді әркімде әртүрлі жағдай. Енді жаз біткенде үй салмайтын шығарсыз, бірақ сонда да енді депозитке үй салу, сондай сияқты болуы мүмкін. Депозитке ақша салу үйге. Жаңа мүмкіндіктер, денсаулығыңыз жақсы болады, прям жақсы болады, уайымдамаңыз. Өте күшті карта, прям өте күшті карта. Жетістікке жету, ойлағаныңыз жүзеге асыру, көріп тұрғандай аттап отыр, барлығы жүзеге асады. Күн көрініп тұр, яғни күн көрініп тұрған картаның барлығы жақсы. Значит, жолыңыз ашық деген сөзді білдіреді. Жолыңыз ашық. Солай. Таулы жерге баруыңыз мүмкін. Келесі жұлдыз белгісі біздегі суғиғыш. Суғиғыштың картасы өте жақсы карта. Жаңа бастамаларды білдіреді, ол эмоциялық бастамалар, жаңа мүмкіндіктер. Бұл карта еще білдіреді адамның жаңа сезімді бастан кешіру, мысалы ғашық болып қалу, бір адамды жолықтыру, немесе бұрынғы адамына қайтадан сезімінің пайда болуын білдіреді, жаңа өмір бастауды білдіреді бұл карта. Өте жақсы карта. Энергия, жетістіктерге жету және істеген ісіңіздің нәтижелі болуын білдіреді. Жаңа махаббат, жаңа өмір, жаңа жұмысты бастауыңыз мүмкін, жаңа сіз, яғни ойыңыз өзгеріп, жақсы болып қалып, жақсы көңіл күйде аптаны жақсы бастайсыз.
біреулерде той болады үйінде, иә, жақсы болады. Және жұмысыңыз да нәтижелі болады. Кәсіп бастауға да жақсы болады да. Тұрақты табыста боласыз, денсаулығыңыз жақсы болады, және де жақсы хабар күтіңіз, жаңалық күтіңіз. Әлі сізде бір үлкен дүние жоқ, бірақ сіз уже бастап жатырсыз, сол үлкен дүниенің басындасыз, иә. Бұл аптада істеу керек нәрселердің барлығын істеп алыңыз, себебі өте қолайлы апта, әсіресе жаңа бастамалар, кездесулер үшін өте қолайлы апта. Сіз өзге адамдарды өзіңіздің сөзіңізге сендіре аласыз, өзіңізге мықты адамды тартып тұрсыз бұл аптада да. Керемет, мақтауға ие болуыңыз мүмкін, немесе өзге адамдар сіздің жұмысыңызды мойындайды, немесе бір жетістікке жетесіз, немесе материалдық құндылықты да білдіреді. Енді көбінесе бұл эмоциональны белгілі бір дүниелерден эмоцияңыздың көтерілуі, немесе жақындарыңыздың арқасында сізде көңіл күйіңіз көтеріліп қалады, мысалы балаңыз қуантады деген сияқты болуы да мүмкін. Жақсы карта. Келесі жұлдыз белгі біздегі балықтар. Балықтардың аптасы қандай болмақ? Балық жұлдыз белгісінде туған жандардың аптасы жұмыс көп, сізде өте ауыр жұмысыңыз ауыр. Соңғы кезде балықтар шамалы шаршап жүр, мойындау керек, шаршап жүр, или сізде жұмыс көп, или жүгіріс көп, или шығын шамалы көбейіп кетті ма, бір нәрсе болып тұр. Состоянияңыз нестабильный, яғни тұрақсыздық бұл. Кейде бұл жұмысқа байланысты, кейде денсаулыққа байланысты болады, яғни сіздің денсаулығыңыз сыр береді, или болмаса жақындарыңыздың белгілі бір қиындықтары сізді шамалы шаршатады. Жұмысыңыз көп, кейде тіпті өзге адамдардың тарапынан әділетсіздікті байқауыңыз мүмкін, яғни барлық жұмысты сізге ысырып қояды. Содан сіз не істейсіз? Сіз содан шаршайсыз. Оны да білдіреді. Оттан сақ болыңыз, көлік айдағанда сақ болыңыз, абай болыңыз, жолда абай болыңыз деп айтар едім. Және бұл кейде дұрыс емес қарым-қатынасты білдіреді. Яғни сіздің партнеріңізбен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес, ол адам сізді толықтай шаршатып тұруы мүмкін, өзінің пайдасына пайдалануы мүмкін, ол да бар. Немесе өзінің жұмысымен сізді жұмсайды. Сондай. Сосын тағы не айтуға болады? Кек алу, біреулер сізді көре алмай қалуы мүмкін, сыртыңыздан әңгіме айтуы мүмкін. Солай. Немесе бұрын істеген оған жасаған зияндық болып жатса, сіздің тарапыңыздан соны қайтарғысы келетіндер болуы мүмкін. Сосын не? Өте ауыр жұмыс, денсаулығыңызға мән беріңіз, себебі көп жұмыс жасап, содан денсаулығыңыз сыр беруі мүмкін. Яғни сіздің ойларыңыз, мысалға, шаршап тұрған ойларыңыз, уайымыңыз сізді денсаулық жағынан қысуы мүмкін. Немесе бір уақытта бірнеше жұмысты істеу керек болады. Үйдің де шаруасын, жұмыстың да шаруасын, сол сізді шаршатып жібереді. Немесе өзіңіздің де шаруаңызды, өзгенің де шаруасын жасау керек болады. Соның барлығына үлгеру керек болады, сол сізді шаршататын болады. Былайынша жаман емес карталарыңыз, жұмыс көп болады. Прям эмоционально шаршайсыз, сізге айтайын ба? Бірақ ана жұмысты істегіңіз келмейді, шаршап тұрсыз, ашуланып тұрсыз, но амалсыздан істеуіңіз керек. Ақыр соңында ол жұмысты сіз ғана істейсіз да, соны біліп тұрсыз да, істейсіз амал жоқта. Сондай апта сіз үшін. Солай. Міне осындай сіздердің апталарыңыз, жорамалдарыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Менің жұмысымды бағалаңыздар, әрине жақсы жағынан. Себебі тамағым қарылып, сөйлегеннен оңай емес енді сөйлеуде. Сонымен тамағым ауырса да сіздерге жорамал жасап отырмын, сондықтан да сіздердің менің жұмысымды бағалайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.